Құрметті әріптестер, сіздерді келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. 2022 жыл біз үшін мерейтойлық жыл болды. Қазатомөнеркәсіп 25 жасқа толған. Қысқа уақытта компания үлкен жетістіктерге жетті. Бұл кәсіби мамандардан тұратын біздің үлкен ұжымның бірлесіп жасаған еңбегінің жемісі болды. Осы мерейтойлық жылы мақтаныш болатын көптеген себептер бар. Өткен аптада S&P Global рейтинг жетекші халықаралық рейтинг агенттігі Қазатомөнеркәсіпке алғашқы тәуелсіз ESG рейтингін берді. Бұл біздің қоршаған ортаға деген жауапты іс-әрекетімізді, жоғары әлеуметтік жауапкершілікті және корпоративтік басқарудың жоғары сапасын көрсетеді. Сонымен қатар, PricewaterhouseCoopers компаниясының 2021 жылдың бағалау қорытындысы бойынша Қазатомөнеркәсіп ESG ақпаратты ашу бойынша бірінші орынды алды. Біздің әрқайсымыз қызметкер және адам ретінде ESG принциптерін ұстанамыз. Бұл сан үшін немесе бедел үшін емес. Біз болашақ ұрпақтың алдында экологияны сақтау үшін жауаптымыз. Бұл біздің жауапкершілік деген корпоративтік құндылыққа адалдығымызды көрсетеді. Уважаемые коллеги, среди наиболее значимых событий уходящего года это первая поставка тепловыделяющих сборок, произведенных на заводе Ульба ТВС в Китай. В рамках первого заказа было доставлено 68 единиц ТВС. Всего завод Ульба ТВС получил уже 9 заказов на поставку тепловыделяющих сборок. Также в 2022 году начато внедрение принципов Industrial Relations. Мы установили единые стандарты качества питания на производственных объектах и закупок спецодежды, уравняли пакеты добровольного медицинского страхования для производственного и административного персонала. С начала текущего года во всех наших предприятиях внедрена новая система оплаты труда, которая позволила увеличить гарантированную часть ежемесячного дохода каждого работника. Все эти мероприятия направлены на улучшение рабочей среды и повышение благополучия наших работников. В 2022 году атомным холдингом реализован ряд социально значимых проектов в регионах присутствия. Это строительство станций скорой помощи, детских игровых спортивных площадок, приобретение учебного оборудования, благоустройство населенных пунктов, оказание финансовой помощи социально уязвимым слоям населения. Я горжусь человеческими качествами наших работников, которые всегда готовы прийти на помощь. Подтверждение тому – волонтерские проекты. Ежегодно наши предприятия участвуют в акции «Дорога в школу» и оказывают помощь детям. Впервые в уходящем году была проведена арт-ярмарка «Твори добро», где свои работы представили работники всех предприятий атомного холдинга, а собранные средства были направлены в нуждающейся семье нашего коллеги. Мы активно поддерживаем такие благотворительные проекты. Құрметті достар, сондай-ақ алдағы жылда жоспарланған компанияның кейбір негіздік бастамалары туралы хабарлағым келеді. Түркістан облысындағы Созақ ауданы Тайқоңыр кентінде жылына 800 мың тонналық күкірт қышқылының зауытын салу жоспарлануда. Бұл жобаның тиімділігі көп. Нақты айтқанда, күкірт қышқылының импортына тәуелді болмаймыз, жаңа жұмыс орындары ашамыз және жыл сайын бюджетке біраз ақша түседі. Сонымен қатар, әлемдік экология және энергия өнімдеу стандартына сәйкес жылдық қуаты 6000 тонна уран шығаратын афинаж зауытын саламыз. Бұдан басқа, біз компания жұмыс істейтін аймақтарда атом холдинг қызметкерінің және жергілікті халықтың ұсынған бастамалары мен ұсыныстарды негізінде игілік әлеуметтік жобасын іске қосамыз. Бұл жоба өндірістегі еңбек жағдайын жақсартуға, әлеуметтік, экономикалық және инфрақұрылымдық дамуға, сонымен қатар әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталынған. Уважаемые коллеги, в новом году нам предстоит столкнуться с новыми вызовами по сохранению лидерских позиций и повышению эффективности деятельности компании. Я призываю вас внести свой личный вклад. Будет ли это распределение с экономическим эффектом или небольшое улучшение в рамках повседневной деятельности, вместе мы можем больше. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на вопросы производственной безопасности. Ведь безопасность и здоровье наших работников, а также забота об окружающей среде были и остаются нашими главными приоритетами. Благодарю каждого из вас за плодотворный труд и преданность делу.
Желаю нашему коллективу в наступающем году держать курс на благополучие и стабильность, достигать новых вершин и выполнять все поставленные задачи. Вам и вашим семьям желаю крепкого здоровья и счастья, достатка и добра. С Новым годом, уважаемые коллеги! Жаңа жыл баршаңызға құт береке, қуаныш пен жақсылық, мол табыс алып келсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.